Кайырлуу күн, құрметті түрк тілін үйренушілер. A1 деңгейінің 13. дәрісі, 13. сабағы. Eskiden nasıldı? Burun qanday edi? İmek fiilinin hikayesi. İmek fiili деп отырғанымыз бұл қазақ тіліндегі еді. Яғни өткен шақтағы бір жағдайды, бір нәрсені айту үшін айтқан кезде қолданылатын еді. Мына жерде көріп тұрған жалғауларыңыз д, ди, ду, ды, т, ти, ту, т. Мұны білесіздер. Бұл жалғаулар соңғы буындағы дауысты дыбысқа қарай жалғанады. Егер сөзіміз дауыссыз дыбыспен аяқталса, онда д, ди, ду, ды, т, ти, ту, т. Ал егер дауысты дыбыспен аяқталатын болса, жалғаудың алдына е кайнаштырма харфі қойылады. Т, ти, ту, т сіздер өздеріңізде білетіндей фыстыкчы шақаптан, яғни қатаң дауыссыздан кейін жалғанады. Бұл жалғауларды сіздер алдында көрдіңіздер. Бұл өткен шақтың жалғауымен бірдей, бірақ екеуі екі түрлі. Өткен шақтың жалғауы ол етістікке жалғанады. Ал имек фиилінің хикаясы деп отырған мына жердегі еді деген мағынаны білдіретін бұл жалғаулар, бұлар зат есімге, сын есімге жалғанады. Мысалдарын оқиық. Geçen yıl bekardım, şimdi evliyim. Өткен жылы бойдақ едім, қазір үйленгенмін, отбасылымын. Sen eskiden sinirli bir insan değildin. Sen burun aşulanşak bir adam емес едің. Sabah buzdolabında süt yoktu. Tangертең тоңазытқышта süt жоқ еді. Film güzel değildi. Sinemadan erken çıktık. Film әдемі, жақсы емес еді. Кинотеатрдан ерте шықтық. Pazar günü evdeydik. Bir yere gitmedik. Jeksenbі күні үйде едік. Еш жерге бармадық. Bütün yaz Türkiye'de miydiniz? Jaz boyu Türkiye'de mi yedinizdir? Onlar arkadaş değiller miydi? Олар дос емес пе еді? Бұл жалғауларды өткен шақтың жалғауымен шатастырмас үшін оның етістікке жалғанып тұрма, жоқ әлде басқа зат есімге, сын есімге жалғанып тұрма, соған қарауымызға болады біріншісі. Екіншісі, мына жердегі д, ди, ду, ды, т, ти, ту, т бұл жалғауды сөзден бөліп айтып көріңіз. Мысалға, geçen yıl bekar idim. Біз оны түркшеде солай жазсақ та болады, ол қате емес. Яғни идим деп бөлек жазсақ та болады. Sen sinirli bir insan değil idin. Süt yok idi. Güzel değil idi. Evde idik. Деген сияқты. Егер бұл бұлай бөліп айтуға немесе бөліп жазуға келетін болса, онда бұл имек фиилінің хикаясы, яғни еді. Ал егер оны бөле алмайтын болсақ және бұл етістікке жалғанған болса, онда ол өткен шақтың жалғауы деген сөз. Ары қарай жалғастырайық. Eskiden nasıldı? Burun qanday edi? Bazı araçları her gün kullanıyoruz. Bu araçlar bize pek çok kolaylık sağlıyor. Onların yardımıyla film ve haber izliyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Uzaktaki insanlarla görüşüyoruz. Bu araçlar ilk zamanlarda nasıldı? Biliyor musunuz? Міне мына жерде мәтіндеріміз бар. Мәтіндердегі бос орындарға жаңағы жалғауларды жалғап шығыңыздар. Видеоны осы жерде тоқтатып, сіздер жалғауларды жалғап, сөйлемдерді оқып шығыңыздар. Одан кейін видеоны жалғастырып, дұрыс жауабын көресіздер. Жалғаулардың дұрысы міне осылай жалғанады. İlk televizyonlar siyah beyazdı. Renkli değildi. Görüntü kalitesi de oldukça kötüydü. İlk zamanlar çok az ailenin evinde televizyon vardı. Çünkü o zamanlar televizyonlar çok pahalıydı. Bilgisayar. İlk bilgisayarlar bir oda büyüklüğündeydi ve çok ağırdı. Ağırlıkları yaklaşık 30 tondu. Fonksiyonları çok sınırlıydı ve çalışma hızları çok yavaştı. Büyük birer hesap makinesi gibiydi. Cep telefonu. İlk cep telefonları çok büyüktü. Bu telefonlar neredeyse 1 kiloydu ve çok pahalıydı. Ayrıca mesaj, fotoğraf
Video ve benzeri özellikleri yoktu. Hiç kullanışlı değildi. Бұл жерде теледидардың, компьютердің және ұялы телефонның бұрын қандай болғаны айтылып тұр. Яғни өткен шақта олардың қандай болғанын айту үшін біз не істейді екенбіз? Жаңағы имек фиілінің хикаясыны қолданамыз, соның жалғауларын қолданамыз. İşaretleyelim. Ал енді мына жерде тестіміз бар. Әр сөйлемді оқып, соның астындағы 4 жауаптың бірін таңдауыңыз керек. Бұл жерде де видеоны тоқтатып, жауаптарды белгілеп болғаннан кейін, ары қарай жалғастырып, дұрыс жауабын көруіңізге болады. Tesттің дұрыс жауаптары mine осындай. Eski işimden memnundum ama maaşım azdı. Bunca yıl nerelerdeydin? Neler yaptın? Geçen yaz tatilinde köydeydim. Biz birbirimize çok aşıktık. Babam doktordu. 2 yıl önce emekli oldu. Düne kadar çok hastaydım. Siz eskiden böyle sinirli değildiniz. Sorun ne? Gençliğinde Esra Hanım zayıf değil miydi? Dün pazardaki her şey pahalıydı. Ersel Bey geçen hafta çok meşguldü. Sizinle görüşme fırsatı bulamadı. Mına жерде tamamlayalım ve yerleştirelim. Yani söylemde аяқтайық, толықтырайық және орналастырайық. Сөйлемнің бірінші бөлігіндегі сөздерге имек фиілінің хикаясы жаңағы едіні жалғап шығамыз. Ал екінші бөлігіндегі бос орынға жоғарыда тұрған сөздердің қайсысы сәйкес келетін болса, соны қойып, өткен шақтың жалғауын жалғаймыз. Видеоны тоқтатып, жаттығуды жасаңыздар, одан кейін ары қарай жалғастырып, дұрыс жауабын көресіздер. Дұрысы mine осындай болады. Babam eskiden postanede memurdu. Geçen yıl emekli oldu. Қарап тұрсаңыздар, жалғаулар екеуінде де бірдей. Ду. Memur дегеніміз бізде зат есім, ал olmak ол етістік. Яғни еді, қазақ тіліндегі еді деген сөзді сол мағынаны беру үшін біз ды, ди, ду, ды секілді бұл жалғауларды зат есімге немесе сын есімге жалғаймыз. Ал өткен шақты bildirетін dı, di, du, dü жалғауларын етістікке жалғаймыз. O iyi bir yüzücüydü. Fakat kaza geçirdi ve sakat kaldı. Hafta sonu hepimiz evdeydik. Şimdi ev boş kaldı. 2 cep telefonum vardı. Biri kayboldu. 3 çocuğum da erkekti. Dün bir kızım oldu. Sabah hava bulutluydu. Öğlen güneş çıktı. Dün hava çok soğuktu. Kardeşim hasta oldu. Ben çok şişmandım. 1 yıl diyet yaptım. Geçen ay bilgisayarlar ucuzdu. Bu ay zam geldi. Dedem çok hastaydı. Geçen hafta vefat etti. Ulaş iken, ken nemесе iken, ken degenimiz bu Қазақ тіліндегі кезде, кезінде деген söz. Ben yokken evde neler yaptınız? Men жоқ кезде үйде ne istedinizdir? Çocukken çok şişmandım. Bala gezde öte толық edim, semiz edim. İnsan gençken bazı şeylerin değerini bilmiyor. Adam жас кезінде кейбір нәрселердің қадірін bilmeydi. Bunlar eskiden kurakken şimdi yemyeşil oldu. İstanbul'dayken çok daha mutluyduk. Sen yanındayken bambaşka bir insan oluyor. Burada kar varken insanlar Antalya'da denize giriyor. Sen tatildeyken biz burada çalışıyorduk. Eşleştirelim, сәйкестендірейік. Мына жерде сөйлемді толықтыруларыңыз керек. Дұрысы қалай болады, соны белгілеп шығуларыңыз керек. Бұл жерде де видеоны тоқтатып, жаттығуды бірінші өздеріңіз жасадыңыздар, одан кейін дұрысын көресіздер жауабын.
Çocukken annemden pek çok masal dinledim. Çocukken, yani bala gezimde anamdan öte köp ертегі тыңдадым дейді. Ары қарай, арабам varken, bunun жалғасы қайсысы? Соны таңдаңыз. Bir sebep yokken, cep telefonum yanımda değilken, İrfan lisedeyken, Ayhan Bey siz toplantıdayken, hava güneşliyken, o dev kutu elinizdeyken, dayımın kızı hukukçuyken, ha aklımdayken. Енді осыны ары қарай қалай жалғастырамыз, сөйлем қалай аяқталады? Сәйкестендіріңіздер. Бұл сөйлемдердің дұрысы міне осындай. Arabam varken işe hiç geç kalmadım. Yani kөлігім, машинам бар кезде жұмысқа ешқашан кешікпедім дейді. Bir sebep yokken bana hediye mi aldın? Ешқандай себеп жоқ кезде, yani ешқандай себепсіз sen маған сыйлық алдың ба дейді. Cep telefonum yanımda değilken, uyalı telefonum жанымда емес кезде kendimi tuhaf hissediyorum. Özümde bir türlü sezinemin. İrfan lisedeyken, İrfan lisede, жоғары sınıfta кезде sessiz ve sakin bir öğrenciydi. Деп осылай жалғасады. Мынау түрік ғалымы Нобель сыйлығының иегері Азиз Санжар туралы мәтін. Мәтінді толық оқып, Азиз Санжармен танысыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.